Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге өте дәмді, әрі тез дайындалатын, қолдағы бар ингредиенттерден дайындалатын панкейкінің рецептімен бөлісетін боламын. Оған керек заттар разрыхлитель, 3 қасық қант, сода, 2 дана жұмыртқа және де ұн, 1 айран, 1 стақан айран және де май керек болады. Сұйық майдың кез келген түрін қолдануға болады. Ең алдымен айранның үстіне содадан осылай жарты чайный ложка қосып, жақсылап араластырып қоямыз, және де ол өте үлкен болып көтеріледі. Міне осындай болып, және мен оны ыдысыма құйып алдым. Одан кейін барып 2 дана жұмыртқаны саламыз, 3 қасық қант саламыз, және де шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұзақ уақыт бойы араластырып, әдемі пішін шыққанша күтуіміз керек. Венчикпен, қасықпен, немесе сіздерге миксер ыңғайлы болса, миксермен де араластыруға болады. Бәрі өз қалауларыңызша әрине. Одан кейін барып, оның үстіне разрыхлительден 1 чайный ложка көлемінде саласыздар. Және де жақсылап қасықпенен араластырып, одан кейін барып, ұнды өткізіп саламыз. Осындай неден, сетка сияқты нәрседен. Барлығында өткізіп аламыз. Көп ұн салып жерге болмайды. Примерно 180 грамм, 200 грамм көлемінде болады. Одан артық болса, біздің панкейкіміз қамыр сияқты болып кетеді. Қатты қою болуға болмайды. Неге осылай өткізіп салыңыздар, сонда панкейктеріңіз жұмсақ болады, көтеріліп шығады. Енді қайтадан жақсылап араластырамыз. Барлығында үзбей отырып араластырып алуымыз керек. Сонда әдемі болып шығады. Бір келкі масса шыққанша осылай жасай береміз. Ұн саламыз, қайтадан араластырамыз. Солай барлығында жасап аламыз. Қайтадан қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне достар, осындай бізде қамырдың несі шығады. Және де сонда болып шыққаннан кейін енді сұйық май қосамыз. 2 қасық қосамыз. 1 қасық және де 2 қасық. Одан кейін қайтадан жақсылап араластырып аламыз достар. Қараңыздар, бізде осындай болып шығады. Қазір бізде дайын болғанда сіздерге көрсетемін. Міне бізде осындай қамыр шығуы керек. Ендігі кезекте біз оны пісіріп бастаймыз. Және де достар, үлкен қасықпен пісіріңіздер, сонда сіздердің панкейктеріңіз әдемі болып шығады. Міне үлкен қасығымызға солай құйып аламыз әрине де. Және де біздің табамыз құп-құрғақ болуы керек. Соның үстіне панкейкті құямыз. Және де кішкене бетіне көпіршіктер шыға бастаған кезде міне осындай болып аламыз. Яғни алғанда осылай аударамыз. Міне осындай болып шығады. Солайша біз барлығында пісіріп аламыз. Міне достар, екіншісін көрсетейін сіздерге. Осылай алып аударамыз. Мінеке. Барлығында солай пісіріп аламыз. Және достар, бұл өте жұмсақ болады. Міне видеодан да көріп тұрған боларсыздар. Жақсы болып көтеріліп шығады. Және де күшті болып көтеріледі. Әрине де одан еш қорықпасаңыздар болады. Міне қараңыздар, мен сізге көрсетіп жатырмын қандай болып шыққандарын. Өте күшті, маңыздысы. Міне достар, мен барлығында осылайынан пісіріп болдым. Міне қараңыздар, жұмсақтығын енді мен айта алмаймын, күшті болып шығады. Сол үшін дайындап көріңіздер. Өте керемет енді. Мен енді безендіру ретінде мен сахарный пудраны алдым. Сіздер нутелла, түрлі жемістермен, сгущенка, жалпы өздеріңізге не ұнайды, соның барлығын сәндесеңіздер болады. Мен бетіне сахарный пудра сеуіп, үстінен қарбыздың кішкене бөлігін сәндеп қойдым. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма және де парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сау болыңыздар.